Дишан шақырам және бағдарламамызды жалғастырамыз. Келе ғой. Хадиша, қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Барлығы керемет, рахмет. Үміткеріңнің қалы қалай? Жақсы. Кездестіңдер ме? Сөйлесіп жүрсіңдер ме? Сөйлесіп жүрміз, иә. Тани алдыңдар ма бір-бірлеріңді? Таныдық, иә. Жақсы, ендеше үміткерді шақырып, бірге әңгіме дүкен құрайық. Иә, Қаныбек, келіңіз. Қаныбек өзі жалғыз келмей, керемет гүлін арқалап келіпті. Өте әдемі гүл екен, иә? Сары түсті. Иісі бар ма екен? Иісі де бар екен. Жақсы. Қаныбек, қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Барлығы керемет. Сіздің көңіл күйіңіз? Жақсы, керемет. Хадишамен танысып үлгердіңіздер ме? Иә. Кездесу қалай өтті? Ойыңыздан Кездескенде кеше мен негіз шаршап тұрғанда үйге барып 1-2 сағат ұйықтадым. Сонымен кешкісін кеш болып қалды. Ұйқыдан кеш ояндым. Сағат 8:30-ларда звондадым. Шыға аласың ба дедім. Кеш болып кетті деді. Сосын хотя бүгін шығамыз деп сөз беріп қойғам дедім. Иә. Кездесейік деп, сонымен сол алыс жаққа алып кетейін дегем, сол тау жаққа барамыз ба дегем. Өзі қаламады оны. Қош, мен үйдегілер жібермейді, мамадан рұқсат сұраған жоқ, алысқа, мен жарты сағатқа шығамын деді. Осы жақын жерде болады деді. Сөйтіп сол Хадишаның үйінің қасында бір неге бардық. Сол жерде отырып әңгімелесіп. Алдында біздің студияға келген кезде, шымылдық ашылған кезде Қаныбектің түріне қарап, біреуге ұқсайды, кімге ұқсайды деп өзім қатты ойлап едім, енді ғана түсіндім. Жігіттер квартетіндегі Айдарға ұқсайды екен. Ұқсастық бар сияқты менің ойымша. Сізге олай жиі айта ма? Иә, жиі айтады сол сөзді. Қызық екен. Көп айтады. Ұқсайсың да. Ал жақсы. Жігіттің көңілінен шыққан сияқты таныстық. Сенің көңілінен шықты ма, Хадиша? Иә, менің көңілімнен шықты. Өте жақсы жігіт. Қалай айтса болады, момақан жігіт екен. Жуас. Момақан деген сөзді бірінші екен. Иә, сондай жуас жігіт екен, маған ұнады. Жақсы жігіт. Сырластық, әңгіме айттық, отбасымыз жайлы айттық. Біріміз жайлы танып үлгеріп жатырмыз. Енді болашақта көре жатармыз, енді жалғастырамыз. Жалғастыратын болдыңыздар. Керемет, таныстық жалғасады екен. Қаныбек, енді эфирге шыққаннан кейін түрлі пікірлер келіп жатқан шығар. Ата-аналарыңыз не деп жатыр, туған туыстарыңыз не деп жатыр? Мен негізінде бәрі сырт көздегілер Хадишаны ойлайды екен, ой көк бет, анау мынау деп. Бірақтан мен түбегейлі қарсымын ол сөзге. Мен потому что қасында болдым, сөйлесіп жүрмін, телефонмен де сөйлесіп жүрмін. Ал өмірде вообще басқа, иманда, жүрегінде жаңағы мейірімділік бар, өмірге деген талпынысы бар. Сонда ерекше қыз екен, инабатты, ибалы. Но бірақтан мен ойлағандай Хадиша көрген жоқпын кеше. Түсінікті, жақсы екен. Ендеше пікір жинайық қатысушылардан. Кімде қандай пікір бар, Өркен? Мүмкін сұрақтарың бар. Қаныбек, ассалаумалейкум, қош келдің. Уалейкум ассалам. Бірінші кездесуге Хадиша інісімен келдің ба, или жалғыз келдің ба? Кеше. Жоқ. Жалғыз келді. Жалғыз келдің ба? Онда өзгеше қараған ғой сізге. Өзгеше қараған ғой сізге. Жоқ, інісімен келген жоқ. Жалғыз өзі шықты. Алтынай? Қаныбек, жаңа сіз айтып кеттіңіз, қош келдіңіз. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, мен ойлағандай Хадиша болмады деген. Қандай мағынада айттыңыз соны? Жоқ, басында көріп жүрген кезде эфирде басқаша болды да, мен ойлаған. Бірақ көңіліңізден шықты. Бірақ көңілден шықты, иә. Мен мүлдем басқа Хадишаны көріп жүрмін қазіргі уақытта. Сізге ол Хадиша ұнады, яғни. Түсінікті. Ақжарқын? Қаныбек, қош келдіңіз. Бүгін ерекше көңілді отырсыз. Кешегіден қарағанда шынымен де ашылып, гүл сыйлап, бүгін яғни қыздың ұнап жатқандығының белгісі деп түсінем. Өте қуаныштымыз. Егер де Хадишаның көңіліне шығып жатсаңыз, ортақ қандай әңгімелер айттыңыздар? Қай жағынан байқадыңыз Хадишаны? Біз өзіміз... Ұнайтын, ұнамайтын қылықтар байқалды ма? Сол жайында айта кетсеңіз. Жоқ, ондай байқалған жоқ. Ортақ әңгіме, сол отбасымыз жайлы таныстық, өзіміз жайлы, ата-анаң қандай жұмыс істейді, сенікі қандай жұмыс істейді, солай бүйтіп. Қандай қызығатын дүниелер, заттар бар екен ортақ? Қызығушылықтарын? Қызығушылықтар, ондай қызығушылық жағында. Мысалы, кім Хадиша спортқа қызығады, соны білесіз, таэквондомен айналысқан бір жыл бойы. Иә, білем. Хадишаның спортқа қызығатынын да білем. Естідім, өзінен де естідім.
түсінікті. Келесі сұрақты Альбина қояды. Кешегі эфирді жақын туған туыстарыңыз көріп па? Иә, көрген. Ал Хадишам баланы бермеймін деген қалай қабылдады? Ата-анаңыз бірінші ой қой деген жоқ шығар. Жоқ, ондай қатты ондай не болған жоқ. Енді бұл жерде айтыла береді ғой деген әңгіме болды. Өздерің көре жатасыңдар оның уақытында деді. Мейірбек. Қаныбек, қош келдіңіз. Негізі Хадиша өте ерекше адам. Сол Хадишаның ерекшелігін түсінетін адам келді деп ойлаймын. Және де әлмен айтпақшы, жұрттың есі шығып жатыр. Қаныбек, сізге сұрағым, Хадишаның өмір мен эфирдағы айырмашылығы. Қандай айырмашылығын байқадыңыз? Өмірде Мүмкін жақсы байсалды. қасиетін біз білмейтін. Өмірде байсалды өте сабырлы, тік мінезді, эфирдегідей айта салып бір нәрсе жақпай жатса. Ал бір кездесуден кейін Хадишаны өзіңіздің адамыңыз екен түсіндіңіз бе? Түсіне алдыңыз ба? Түсіне алдым, иә, толықтай. Керемет. Әсия. Қаныбек, қош келдіңіз. Рахмет. Мен мындамын. Сіз негізі жалпы өмірде романтиксіз ба? Иә, романтикпін. Енді бір сұрағым бар. Бізде негізі әзілдеп отырмыз, ондай болмасын дайым. Негізі сары гүл достықтың белгісі, дос болып қалайық. Жоқ, мен жаңа жолда келе жатқам. Жоқ, жолда келе жатқам. Негіз звондап қалды. Мен бүгін қазір сағат 2-де шақырғам, бастықтар жұмысшаға кел деп. Сонымен барып тез кел деген екен, неге гүл сататын дүкенге кірсем, барлығы жаңағы неғып қалған гүлдер түрлері жаман екен, ішінде кішкене бодрый болып тұрған осы. Сосын аласың. Мен негізі ол гүлдің светіне былай түстін мән бермеймін, ол достықтың несі екенін қарамаппын. Сосын алдымда шығып кете салғам, ол содан осы жаққа келгеннен кейін барып көбісі айтып жатыр да, ол мынандайдың белгісі, андайдың белгісі мән бермепті. Мен құр қол беруге ұялдым. Содан соң алдағы уақытта басқа Ең басты ниетіңіз түзу болса, ризамыз. Бірақ менімен Хадишаның көңілінен шығып отырған гүл сияқты, иә? Маған өте қатты ұнап отыр себебі. Иә, өте әдемі гүл, маған ұнап отыр. Жоқ, енді аз да болса көп дей көр. Ол жерде гүлдер ұнамады маған, шынымды айтсам. Қызыл түсті гүлдер тұр, басқа да жаңағы срок өтіп кеткен деген кішкене бодрый, тірілі болып тұрған осы екен. Гүл деген ниет қой ең басты. Иә, ниет, мен оны білген жоқпын, достықтың несін екен. Иә, енді біліп жүретін боласыз, бірақ Асияның арқасында. Альмира. Қош келдіңіз. Сіздің сөзіңізде өзіңіздің де шынайылығыңыз шығып тұр, кәдімгідей өте керемет барлығы. Сонымен айтайын деп едім, Хадишаға негізі спортқа жақын жігіттер ұнайды ғой, өзінің басты талаптарының бірі. Сіз спортқа жақын жағынан жаттығу залдарына көп барып тұрасыз ба? Жаттығуға барғам, қазіргі уақытта бармаймын, болашақта барам. Бірақ барған өзіме ұнайды. Аман. Қоя ғой сұрағыңды. Қаныбек, қош келдің. Қош көрдім. Бізде білесің өзін, мысалы, Хадиша өте мінезді қыз. Егерде алдағы уақытта барлығы жақсы болып, үйленіп, отбасы болып жатсаңдар, Хадиша мысалы өз мінезін көрсетіп, жаңағыдай айқай шығарып жатса, жын қағып алуға дайынсың ба? Енді өте қызық сұрақ екен. Уақытысында көреміз, енді мына жерде жын қағып алам, ойбай деп айта алмаймын. Мен бір нәрсе айтсам болады ма? Әр нәрсе өз уақытысымен. Кеше кездесуде мен айттым да, енді мен андай ашу үстінде бір нәрсе айтып қойсам, ренжімейсің бе, ашуланып маған айқайламайсың ба, енді ашуланбайсың ба деп айттым да, сөйтсем, жоқ, мен ашуланбаймын, тек күле саламын деді да. Кейін сондай жуаспын мен, сондай ашуланбаймын мен деп айтты да. Сол қасиет негізі ұнады маған, иә. Негізі көп ашулана бермеймін. Соған қарағанда ұрыс керістерден алшақ сияқты. Ұрыс керістен алшақпын, сосын жаңағыдай позитивный дейді ғой, көңілде жүрген жақсы көремін, сондай адам өзіме. Керемет. Сұлтанбек? Қаныбек, қош келдіңіз. Сізге қоятын сұрағым, егерде екеуіңіздің араларыңыз жақсы болып жатса, Хадишаға жаңағы аяқ астынан дейді ғой, бір мінезіңіз ұнамай қалды. Сол кезде сіз алып қашу дегенге қалай қарайсыз? Алып қашасыз ба өзіңіз? Жоқ, алып қашу деген мен өзіме ұнамайды, алып қашу деген. Қарсысыз. Хадиша, сенші алып қашты не істейсің? Мен қарсымын, иә. Өйткені мен кеше айтқам, алып қашуға қалай қарайсыз деп енді айтты маған Қаныбек. Сол кезде мен айтқам, мен қарсымын, өйткені салт дәстүрге сай ұзатылуым керек деп. Дұрыс. Бақытты болыңдар. Негізі айтады ғой, қыз бала егерде ғашық болса, ол түбегейлі өзгереді.
мінезі де өзгереді. Менің ойымша Хадишаның кішкене болсын сезімі ашылған сияқты, себебі майысып отыр, мен бірінші рет көріп отырмын Хадишаны ашылып жатқан. Сондықтан өмірде де басқандай деп отыр ғой, ол деген өте керемет және де әдемі жұп шығады деп ойлаймын сіздерден. Жанерке? Қанабек, қайырлы күн. Негізі айтады ғой, нағыз махаббаттың енді бастапқы қадамдары басталып жатқан сияқты. Себебі бір-біріңді көргеннен бүйтіп кеше расымен де Хадишаның сезімі бүйтіп ұнатқаны білініп тұр. Қуаныштымыз. Қоятын сұрағым, егер жаңа айттыңыз, ашуланбаймын мүлде деп, сабырлымын деп, ондай адамдар негізі бір ашуланса, ол кісілердің ашуынан қорқу керек. Сондықтан сіз қатты ашуланасыз ба негізі? Ашулансаңыз, оны қалай басасыз, өзіңізді қалай сабырға шақырасыз? Айтады, ең мықты адам өз-өзін ашуланған кезде ұстаған адам мықты дейді да. Мен негізінде ашуланған кезде өзімді қатты жаңа пайғамбарымыздың сүннеттерімен жүрем, көп жағдайда. Соны оқимын жаңа. Сол кезде ең мықты адам өзін ашуланған кезде ұстаған адам дейді. Көп ашулана беремін, сондықтан ашуланған кезімде болған жоқ деп айта аламын. Әсия? Мен Хадиша ашу туралы әңгіме отыр, Хадишаның мінезі деген әңгіме отыр. Басында Хадиша ең басында келгенде ашуланса не істейсіз деген кезде мен барлығын сабырға шақырамын деуші еді. Одан кейін біз Хадишаның ашуын көріп қалған болатынбыз. Сол кезде менің бір байқағаным, Хадиша ашуланғысы келмей өзін қинап ұрыстырды да. Ең байқаған кезім. Өйткені қазірде араласамыз ғой Хадишамен жақын. Ондай қызға мүлде ұқсамайды, табиғаты негізінде шынымен де сабырға шақыратын қыздардың бірі. Ол жағынан мен толығымен мақтап айта аламын. Біз әңгіме барысында оның мінезін танып келе жатырмыз. Хадиша, ендеше саған да алдағы уақытта шынымен де сабырға шақыруыңа тілектеспін. Сол жалпы пікір айтайын деген осындай. Мен бір айта кететім, негізі мен кейде шынымен де ашуланып кетсем айтып тастаймын, бетке айтып тастаймын да, маған ол арттан сөйлеп, арттан әңгіме айтқан маған ұнамайды. Мен қалай бар, солай айтам. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатын адаммын. Маған тиіспесе, мен де оған тиіспеймін деген сияқты ғой. Сол үшін мен де кеше Қаныбекке түсіндірдім. Мен мінезім тік, енді өзің түсінесің деп ойлаймын деп, енді мінезімді қабылдайсың деп ойлаймын деп айттым. Я болашақта енді көріп жатармыз деп айтты. Ең бастысы, қыз шынайы махаббат туындаса, өзгереді ғой негізі. Құлпырады, жайнайды. Сондықтан үлкен үміт күтеміз сендерден. Ендеше жоспарларың жүзеге ассын, суретке түсуді ұмытпаңыздар, егер де кездесіп жатсаңыздар. Барлығы жақсы өтсін, сәттілік тілеп сіздерді шығарсыздар.